Осы бүгін бесінші ойын ойнайтын. Бесінші ойын тоғызыншыға ұқсас, бірақ бұл жерде бір ерекшелік 5 отаудың және тұздық бұл жерде қойылмайды. Және ол жерде өзінің қызықты тактикалы ойындары бар. Ол мысалы міне қазір ақтар 8-бен жүреді, 4-ші отаумен жүреді. Бұл жақта қаралар 2-мен жауап бергенде ақтар осындай бір жүріс жасайды, яғни гамбиттік. Яғни әдейі мынау 9-ші отауды береді. Былай қарасаңыз, мен мысалы 5-ші отаумен 5-ші отауды алғанда ол бірді алып кетеді, мен де бір алып кетемін. Маған бұл тиімді сияқты. Қазаным 24-ке толады. Бірақ ол 30-қа апарады. Неге? Мен 5-те 5 жүрдім. Қарсыласым 4-те 1. Одан кейін мен 5-те 1 алғанда қазаным 24 тасқа толады. Яғни сәл ғана 2 тас жетпейді. Бірақ бұл жерден мен ешқандай тас үйінде жинап алмаймын. Мына жақта 45 жүреді. Мен мәжбүр 34 немесе 44. Мен жақта алып кетеді. Яғни ешқандай тас бұл жерде жинап алмайды. Осындай қызықты ойын. Әдейі отау беріп, тас беріп, ақтар жеңіске жетеді.